Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында орналасқан туристік маршруттарға келушілер назарына. Қазақстан Республикасы ерекше қорғалатын табиғи аумақ туралы заңының 29 бабы қоршаған ортаға зиянды әсерлердің алдын алу және оларды жою мақсатында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда суды ластанудан, былғанудан және сарқылудан күзетуді қамтиды. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 233 бабы бойынша қойылатын экологиялық талаптар. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерін және сауықтыру мақсатындағы жерлерді пайдалану кезінде тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуін барынша азайту және оларды жинау үшін белгіленген жерлерде орналастыруды не ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан өз бетінше әкетуді қамтамасыз ету. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ластаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 372 бап 4 тармақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қалдықтармен ластағаны үшін жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Келушілердің назарына. Парк аумағында туристік бағыттардың тұтастығы мен сақталуын және санитарлық жағдайын таза ұстауға, қоқыс қалдықтарын белгіленген қоқыс жәшіктеріне тастауға, сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін қатаң сақталуын ескертеміз. Табиғатты қорғау әр азаматтың міндеті.